Қайырлы күн, мен номер 53 мектеп гимназиясының 9-шы Ә сынып оқушысы Әзиз Бибінұр Болатқызы. Менің отаныма менің бастамам атты байқаудың менің отбасым сабақтастық құндылықтар мен мағыналар номинациясы бойынша жоба қорғаған болатын. Ағаш бұтағымен сымбатты, адам ұрпағымен қымбатты демекші, отбасы әр адам баласының түп қазығы алтын ұясы. Сондай алтын ұяның бірі менің отбасым. Жобамды Сухомлинскийдің сөзімен бастағым келеді. Отбасы адамның жақсылық жасауға үйренетін ең бірінші әлеуметтік ортасы. Бала тәрбиесі және оның болашағы тікелей ата-анасымен байланысты. Бала ата-анасының мейірімін көрмеген бала ызалы, тұйық болып келеді, дегенмен де ол балаға шектен тыс махаббатқа бөлеуді білдірмейді, өйткені ондай балалар төзімсіз әрі әлсіз болып келеді. Ата-ананың баланың өміріндегі ата-ананың тәрбиесінің маңыздылығы мен әр нәрсенің өзіндік шегі бар екенін осыдан байқасақ болады. Мен отбасымның әрбір мүшесін үлгі тұтып, сол кісілерден тәлім-тәрбие аламын. Атам Әзиз Камалұлы Жайылма елді мекенінде дүниеге келген. Отбасының екінші ұлы, өзінен кейін 4 ұл және 1 қыз дүниеге келген. Сол ауылда сауатын ашып, 7 класстық оқуын алып шығады. 1939 жылы азаматтық борышын өтеуге әскерге шақырылады. Әскер қатарында жүріп, Финляндия мемлекетімен болған соғысқа да қатысады. Соғыстан кейін атам мен әжем отау құрады, және де бейбіт өмірге енді қайта сіңісіп келе жатқан кезінде Ұлы Отан соғысы басталып, сұрапыл соғысқа қайта аттанады. Соғыстан кейін Жайылма елді мекенінен станциясы бар теміржол бойында орналасқан Төменарық ауылында тұрақтайды. Атам мен әжемнің артынан 10 ұрпағы өсіп өнген. Атам ауыл ақсақал болып, ауыл арасындағы халық мәселелерін шешіп, халыққа тәлім-тәрбие берген халық жанашырының бірі. Атамның тыңбай еткен еңбегінің арқасында қазіргі Төменарық ауылында атамның атына берілген көше бар, және де ауыл музейінде ол кісінің мақтау грамоталары мен заттары сақталған. Келесі менің нағашы атам Жанзақ Абдырұлы институт қабырғасына жүрген кезден бастап ол деген таланты мен ынтасы байқала бастаған. Оның талантын байқаған ұстаздар Ленин комсомол атындағы Новосибирск мемлекеттік университетіне оқуға жібереді. 1970 жылы атам мен апам отау құрды. Қазіргі таңда 4 ұлы және ұл қызы, 7 немересі бар, өнегелі де үлгі тұтар отбасылардың бірі. Атам еңбек етсең емерсің, ерінбесең жеңерсің демекші, атамның еңбек жолы 1972 жылдан басталады. 2001 жылдан бастап Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры қызметін атқарады. Атам қашан қарасаң қолына қалам ұстап кітап жазып отырады. Бізге әрқашан білім тәрбиенің өмірдегі маңыздылығын айтып, еңбекке баулып отырады. Одан бөлек маған ерекше ұнайтын күндердің бірі апама құрбылары келетін күндер, өйткені сол кісілердің әңгімелері арқылы мен қыз баласының бойында қандай қасиеттердің маңызды екенін және қандай қасиеттердің жат екенін біле аламын. Әкем Камал Болат Әзизұлы Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика-информатика пәні мұғалімі. Ғылымнан бөлек ол кісі өлең шығарып, орыс тілінен өлеңдер мен әндерді қазақ тіліне аударады, сурет салады. Яғни ол әкемнің физика ғылымы бойынша ғана емес, жан-жақты кісі екенін көрсетеді. Шалқар радиосының қарлығашы Әнуарбек Байжанов атындағы студияның ашылуының алғашқы қонағы. Анам Тоқыбет Жанар отбасындағы 3-ші бала, бастауыш сынып мұғалімі. Одан бөлек мектеп оқулықтарын тексеру, аудару ісімен де айналысады. Аудандық, қалалық, республикалық іс-шараларға қатысып, білім министрлігінен алған көптеген мақтау грамоталары бар. Әрине, әкем де анамды отбасына уақыт бөлуді ешқашанда ұмытпаған, бізге әрқашан бағыт-бағдар беріп, тәлім-тәрбиелерін беріп отырады. Жалпы айтқанда, біздің отбасымыз мұғалімдер отбасы. Менің де алға қойған мақсатымның бірі халыққа еңбегі сіңген ұстаз болу. Біздің отбасымыз әрбір қолайлы уақытта бас қосып жиналғанды ұнатады. Бас қосу ол тек қана белгілі бір мерекелерде немесе туған күндерде емес, әрбір қолайлы бос уақытта. Бұл жерде біздің отбасымыздың жалпы суреттері берілген. Тағы да айта кететін бір жайт, ол біздің мектептің өзіндік бір ерекшелігі. Балалардың жас ерекшеліктеріне қарай әр ай сайын белгілі бір тақырып алынады. Сол тақырыпқа байланысты тақтаға бізде қанатты сөздер және мақал-мәтелдер ілінеді. Соның бірі ұлт тәрбиелей отырып халықты тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып ұлт тәрбиелейміз деген Мұхтар Әуезовтің сөзі. Қорытындылай келе, бұл тақырыпты таңдаған себебімнің ең маңыздысы ол қазіргі таңда қарттар үйінің көбеюі, үлкен жастар мен ересектердің арасындағы көптеген наразылықтар мен ұрыс-керістердің туы, жасөспірімдердің ата-анасымен сөйлеспеуі. Ол біздің бойымыздағы отбасылық құндылықтар мен үлкенге деген құрметтің жоғалуы. Осы тақырыпты таңдай отырып, осы отбасылық құндылықтарды қайта жаңғырту керек екенімізді жеткізгім келді.
отбасының өнегесі отан өнегесі дей отырып жобамды аяқтағым келеді. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.